Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану көктемгі уақытта дайындалатын редиска қосылып жасалатын салаттың түрін, яғни жасап көрсететін боламын. Әрі пайдалы, жасалу жолы да оңай салаттың бірін менімен бірге жасап, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Керекті заттарды алдын ала жуып тазалап аламыз. Қияр, редиска, көкпияз және де укроп қажет болады. Ең алдымен редискамыздың ортасынан бөліп, пышақтың көмегімен осылай жіңішке етіп турап алатын боламыз. Әрине бұл қалауларыңыз бойынша, қаласаңыздар дөңгелек етіп, қаласаңыздар сопақша етіп турасаңыздар да болады. Мен бірақ осылай ұзынша жіңішке етіп турап алдым. Дәл видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай. Барлық редискаларымыздың, яғни осылай жіңішке етіп турап аласыздар, және де осындай үлкенде ыдысымызға салып алатын боламыз. Құрметті көрермен, менің видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Келесі кезекте қиярымызды да осылай ұзынша жіңішке етіп турап аласыздар, дәл видеода көрсетілгендей етіп. Бұл салаттың пайдасы өте мол, әрі көктемгі уақытта, яғни иммунитетті де көтеретін салаттың бірін міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Жасап жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай редиска және де қиярымыздың барлығын ұзынша жіңішке етіп турап дайындап алдым. Ендігі кезекте көкпиязымызды да осылай дөңгелек етіп турап алатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп турап шығасыздар. Көкпиязымызды турап дайындап алдық. Ендігі кезекте укропымызды да осылай жіңішке етіп турап, яғни майдалап, ұсақтап турап шығасыздар. Бұл әрине укропты өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да, немесе қоспай жасасаңыздар да болады. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Енді дәміне қарай тұзын саламыз. Одан соң қалауыңыз бойынша майонез немесе айранмен, яғни араластырып ұсына берсеңіз болады. Мен айранның орнына майонез қостым. Бұл әрине өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қайсысын қоссаңыздар да өте дәмді әрі пайдалы болатын салаттардың бірі. Тәрелкімізге, яғни салат жапырақтарын қойып ұсына берсек болады. Салат жапырақтарының пайдасы өте мол, және де әсемдік ретінде пайдалансаңыздар да болады. Осымен салатымызды салып, жақындарымызды қуанта берсек болады. Құрметті көрермен, назарларыңызға үлкен рахмет. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап, маған лайк басып, пікір қалдырып жүрген әрбір жанға өз алғысымды білдіргім келеді. Алдағы уақытта әлі талай видео рецепттер шығатын болады. Тағам түрлері, салат түрлері, түрлі тәттілерді салатын боламын. Сол үшін менің арнамнан алыстамай, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар дегім келеді. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.